Сәлеметсіздер ме, 9-шы сынып оқушылары? Бүгін біз геометрия пәні бойынша 1-ші тоқсанның жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп АБ және СД векторлары берілген, қоңыр түспен беріліп тұрған АБ және СД векторлары. АБ қосу СД векторын тұрғызыңыз. Мінекей, АБ векторы, екінші СД векторы және осы екі векторды қосқанда бізге АД векторы шығады. Бағыттарын көріп тұрсыздар ғой. Мінекей, бірінші векторымыз, екінші векторымыз, бірінші вектордың ұшымен, бірінші вектордың басымен, екінші вектордың ұшын қосатын үшінші вектор, яғни АБ қосу СД векторы шығып тұр. Келесі екінші есеп. А векторының ұзындығы Б векторының ұзындығы берілген және А мен Б векторларының арасындағы бұрыш 60 градус. М тең А қосу 3Б, ал N-іміз 5 азайту Б векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз дейді. Мен А көбейту Б векторының немесе А және Б векторларының скаляр көбейтіндісін таптым, ол 3-ке тең болды. Енді осы М және N векторларының скаляр көбейтіндісін табайық. М-ді көбейтеміз N-ға, яғни бізде А векторы және Б векторы. Шақшаларды ашып көбейтемін. 5 А векторының квадраты минус А көбейту Б плюс 15 А көбейту Б минус, яғни азайту 3 Б векторының квадраты тең болады. Біз енді білеміз, А векторының ұзындығының квадраты А векторының өз-өзіне көбейткен скаляр көбейтіндісіне тең болатындығы. Сондықтан мына жерге былай жазуыма болады. 5 көбейту А векторының ұзындығының квадраты. Азайту. А көбейту Б, жерде 15, демек бұл плюс 14 А көбейту Б. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі азайту 3 көбейту Б векторының ұзындығының квадраты. Тең болады. Бізде А квадрат белгілі, ол 4 болады. 5 көбейту 4, қосу 14 көбейту 3, азайту 3 көбейту 9. 20 қосу 42, азайту 27. Мына жерде минус 7, сонда 35. N мен M векторларының скаляр көбейтіндісі бізде 35-ке тең болып тұр. Үшінші есеп P және Q векторлары берілген. 3P азайту 2Q векторының координатысын табуымыз керек. P векторының координатысы бізде 1-де минус 2, Q векторының координатысы минус 3-де 0. Енді 3P векторының координатысын табу үшін әрқайсысын 3-ке көбейтеміз. 3 минус 6. 2Q векторының координатысы минус 6-да 0. Енді 3P азайту 2Q, сонда 3-тен минус 6-ны азайтамыз, 9, минус 6-тан 0 аламыз, минус 6. Сонда мұна вектордың координатысы 9-да минус 6 болады. Келесі, төртінші есеп. А және Б векторлары М-нің қандай мәнде перпендикуляр болады? Векторлар перпендикуляр болу үшін олардың координаталарының көбейтіндісін қоссақ 0 шығу керек. Сәйкес координаталарын көбейтіп қосамыз. А векторының координатысы минус 2-де 3, Б векторының координатысы 4-де М. Минус 2-ні 4-ке көбейтемін, қосамын, 3-ті М-ға көбейтемін, 0. 3М тең болады, минус 8-ні жаққа қарағанда 8, М тең болады 3-тен 8. Яғни М бізде 3-тен 8-ге тең болған кезде бұл екі векторымыз өзара перпендикуляр болады. Бесінші есеп. А, Б, С, Д параллелограммның тізбектес 3 төбесінің координаталары берілген. Параллелограммның суретін салып қояйық. А, Б, С, Д. Және Д, X, Y нүктесінің координатасын табуымыз керек. Егер мен BC векторының координатасын табатын болсам, минус 5-тен 0-ді азайтамын. С векторынан азайтамын. 0-ден 5-ті азайтамын, плюс 5, минус 2-ден 1-ді азайтамын, минус 3. Және де АД векторы. АД X-тан азайтамын 1-ді, Y-тан азайтамын 3-ді.
Сонда x азайту 1 5-ке тең, x тең 6, y азайту 3 тең минус 3-ке тең, y тең 0. Сонда d векторының координатасы 6 да 0. Алтыншы есеп А, Б, С, Д, Е, Ф дұрыс 6 бұрышында АБ қабырғасы немесе АБ векторын А деп А вектор деп белгілейміз, АФ векторын Б вектор деп белгілейміз. ФБ векторын А және Б арқылы өрнектеңіздер. ФБ векторы мінекей. ФБ векторын А және Б векторлары арқылы өрнектеңіз. Так, АБ векторынан азайтсақ, АФ векторын бізде ФБ вектор шығады. Немесе ФБ векторы дегеніміз А векторынан Б векторын азайтамыз. Бұл Аның жауабы. Енді Б-сын қарайық. БД вектор. БД векторы мұнда. Бұны да А және Б векторлар арқылы өрнектеуіміз керек, та? Так, БД векторы. Келесі Б-сы. Так, Б-сын шығарамыз енді. БД векторын А және Б векторлар арқылы өрнектеңіз дейді. БД-ны БЕ мен Е-дің қосындысы түрінде аламыз. Енді қараңыздар, БО бұл Б-ға тең болса, БЕ деген екі еселенген Б-ға тең болады. Ал АБ мен Е-ді екеуі тең болып тұр, сондықтан мына жерге А деп өрнектеп аламыз. Сонда А векторына 2Б векторын қоссақ, бізде БД вектор шығады. Немесе мына жерге былай да жазып қояйын. ОБ векторы тең АФ векторына, ал ВЕ векторы демек екі еселенген ОБ векторына немесе екі еселенген АФ векторына тең. Ал АБ векторы мен Ед векторы тең. Сондықтан неке орындарына қойып осылай алдық. Келесі 7-ші есеп. 4 нүкте берілген координаталарымен АБ және АС векторларының арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз дейді. АБ және АС. Екі вектор болатын болса, осының арасындағы бұрышты табуымыз керек. Ол үшін бізге скаляр көбейтудің формуласы керек. АБ-ны көбейтеміз АС-ға, АБ-ның ұзындығын көбейтеміз АС-ның ұзындығына, көбейтеміз косинус альфаға. Міне осы жерден косинус альфаны табуымыз керек. АБ мен АС векторларының скаляр көбейтіндісін екеуінің ұзындықтарының көбейтіндісіне бөлеміз. Бірінші АБ векторының координатасын тауып алайын. Так, 1-ден 2 алам минус 1, 1-ден азайтамын минус 2-ні 3. Келесі АС векторының координатасын табамын. АС 1-ден 2-ні алам минус 1, минус 3, так, мұнда да минус 1 шығады. Енді осы екеуінің скаляр көбейтіндісін табу үшін координаталар арқылы есептеймін. Минус 1-ді минус 1-ге көбейтемін 1, қосамын, 3-ді минус 1-ге көбейтемін минус 3. Енді ұзындықтарын табамын. АБ-ның ұзындығы 1-ге қосамын 9-ды, түбірасты 10. АС-ның ұзындығы 1 қосу 1, түбірасты 2. Түбірасты 10-ды көбейтеміз түбірасты 2-ге. Тең болады минус 2 бөлінген түбірасты 20 немесе 2 түбірасты 5 минус түбірасты 5 бөлінген 5. Косинус альфа тең болады минус түбірасты 5 бөлінген 5. Так, келесі бұл А, енді Б-сы. АБ және С-ды векторлары коллинияр болатындай X-тің мәнін табыңыз дейді. Так, коллинияр болу үшін неке АБ векторының координатасы бізде минус 1-де 3, ал С-ды векторының координатасын X азайту 1-де 6 деп беріп тұрды. X азайту 1 дұрыс және 6 дұрыс. Енді бұлар коллинияр болу үшін бұлай жазамыз. Минус 1-дің X азайту 1-ге қатынасы 3-дің 6-ға қатынасына тең болады. Яғни сәйкес координаталары бізде пропорционал болу керек. Ары қарай есептейміз. Минус 1 бөлінген X азайту 1 тең болады 2-ден 1.
Сонда x азайту 1 тең болады -2, x тең болады -1. X-тің мәні -1-ге тең болды.